Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті қажылар. Бүгін Алланың қалауымен осы қасиетті қаланы арлап, ел арлап, жер арлап дегендей көріп қайтайын деп отырмыз. Бір керемет күндер енді. Жалпы осы қалаға келген кезде міндетті түрде қажыларды осы тарихи мекендермен таныстыру рәсімдері бар. Экскурсия деп қояды ғой. Енді бұл қала алдында жолда айтқанымыздай тікелей исламның тарихымен байланысты қала. Бұл қалада пайғамбар алейхиссалату вассалам дүниеге келді. Бұл қалада пайғамбарлық келді ол кісіге. Бұл қалада пайғамбарлықтың 13 жылында Құран аяттары түсіп отырды. Өздеріңіз білесіздер. Алғашқы Құранның аяттары осы қалада түскен. Негізі бұл қаланы Құранда Алла тағала бірнеше атаулармен атайды. Соның біреуі біз білетін Макка. Екіншісі Уммул Құра дейді. Қалалардың анасы дейді. Бір атауларында Бакка деп айтады. Бір атауларында Баладул Амин дейді. Сондай берекелі амандық болған қала деп айтады. Ғалымдар айтады, касратул асма тадуллу аля шарафил мусамма дейді. Бір заттың атауының көп болуы сол заттың құрметін, даңқын білдіреді дейді. Бір затты көп атаулармен атаса, ол заттың құрметтілігі, ол заттың ұлылығын білдіреді дейді. Міне Мекке қаласының да атаулары өте көп. Бұл да болса Мекке қаласының қандай ұлы қала екендігіне дәлел болады деген мағынада да. Құранда Алла тағала «Инна ауала байтин удиа линнаси лаллади бакката мубарака ва худан лил аламин фихи аятун байнатун мақаму Ибрахим ман дахалаху кана аминан валиллахи аля наси хиджул байти ман истатаа илайхи сабилан ва ман кафара фа инналлаха ғаниюн анил аламин дейді. Расында жердің бетінде салынған ең алғашқы мешіт бұл Бакка дейді. Берекелі болған Бакка деп айтады. Осы жерде Меккенің бір атауларының бірі Бакка деген сөзді қолданды. Негізі Макка мен Бакканың атауы ұқсас, байқап тұрсыздар. Біреу Б-мен айтылады, біреу М-мен айтылады. Осы аяттағы Бакка деген сөзді бір мұсылман бауырымыз мешітте отырып Құран оқып отырса, осы аяттарға тура келген кезде «Инна ауала байтин удиа линнаси лаллади бакката мубарака» деген кезде, мынау қате кеткен екен ғой. Баккасы несі? Макка емес па? Мына бұны М-ға ауыстырып қойайын деп 20 кітап болған екен сол мешітте. Сол 20 кітаптың осы аятына келген жердің барлығын қарандашпен сөйтіп қойған дейді ғой. Ол дұрыс емес. Құранда Алла тағала Бакка деп айтып жатыр. Бакка. Бакка деген Меккенің бір атаулары. Негізі мына Мекке деген қала, бұның шеңбері осы бүкіл қаланың шеңбері бар ғой. Соны Макка дейді. Ғалымдардың айту бойынша. Ал Бакка дегеніміз бұл тығыз. Ана пробка деген мағынада да пробка, тығыз деген сөзді білдіретін болғаннан кейін, кеше мына Кабаны айналатын домалақ шеңбер бар ғой ішті. Сол жерді Бакка деп атайды екен да. Сол үшінде ғалымдар айтады Бакка дахил Макка дейді. Мына Бакка Макканың ішіне кіреді дейді да. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан да кейбір Құран аяттарында келген кезде осылай қарама-қайшылықтар болып қалды деп ойлап қалмас үшін айтып жатқаным. Бакката мубарака дейді. Берекелі Мекке дейді да, берекелі қала дейді. Бұл жердің берекесі не? Бұл жердің берекесі келген адам күнәларынан тазарып қайтады. Бұл қаланың өзі сондай бір ерекшелігі бұл. Бұл қаладан келесің, ғибадат құлшылық етіп, анаңнан жаңа туғандай күнәларынан тазарып қайтасың.
Пайғамбар алейхиссалату вассаламның бір хадисі бар. Хаджу фа иннал хаджа яғсилу зунуба кама яғсилу әл-мау даран дейді. Қажылық жасаңыздар, өйткені қажылық күнәларды солай жуып тазалайды дейді. Су кірді жуып тазалағандай дейді. Бұл қала өте бізге бір мүмкіншілік ретінде беріліп тұрған қала. Бұл қаланың тағы да бір берекесі, бұл қалада Құран түскен. Осы қазір біздің бара жатқан сапарымызда, саяхатымызда Нұр деген тау бар. Сол Нұр тауында алғашқы әлемге рахым етіліп, мейірім етіліп, Құранның аяттары түсе бастаған. Оны да қазір жақыннан барған кезде тереңірек айта жатармыз. Енді бұл қаланың берекесі өте мол. Фихи аятум байнатум мақаму Ибрахим дейді. Кеше қажылық жасағанда сіздерге мен бір айтқан болатымын. Анау тұрған алтынмен қапталғандай заттың ішінде Ибрахим пайғамбардың ізі бар деп айтқан едім. Естеріңізде ма? Соны айтып жатыр. Бұл дейді анық Алланың белгісі ретінде біз Ибрахимнің қадамын сол жерге сақтап қойып қойдық дейді. Уаман дахалаху кана аминан дейді. Мына қалаға кірген адам тыныштық табады дейді. Негізі мына сапардың тағы бір берекесі, осы сапарда жүрген адам еліндегі, үйіндегі барша қиындықты, ауыртпашылықтарды ұмытып кетеді, ұмыттырады. Бұл сапар елдегі қиындықтардың барлығын бір сәтке ұмыттырады. Адамның ойының барлығы ғибадат, құлшылықта осы күндердің қуаныш сәттеріне ауысып кетеді. Бұл да болса Алланың берекесі. Ертең Мәдина қаласына барған кезде ләззаттың ең шыңын сезінетін күндер бар. Өйткені ол қалада өте берекелі қала. Мен сіздерге қазір айтып қояйын, естеріңізде болсын, ертең Мәдинаға барған кезде осы сөзімді бір еске аларсыздар. Мына Меккеден кейін Мәдинаға қайтқан кезде айтасыздар, масқара, мына Мәдина не деген керемет қала деп. 2-ақ күндей боламыз. Бірақ екінші күннің соңында мен сіздерден сұрайым, неше күн болдық? Бұл Мәдинада неше күн болдық деген кезде сіздер енді әлбетте календарларыңызға қарап, былай-былай ой жүгіртіп санайсыздар да 2 күн деп айтасыздар. Бірақ ішіңіз айтып тұрады, бір 20 күндей болдық қой деймін деп. Сондай берекелі жер, мен сіздерге осыны айтып жатырмын, естеріңізде қалып қалсын. Ертең ар жаққа барған кезде Мұхтар бауырым айтып едің ғой, есіңде емес, шынымен сондай екен. Уақыттың берекесі бар ана қалада. Өйткені ол қалада адамзатқа мейірім қылып, береке қылып жіберілген адам жатыр. Ең ұлы исламдағы пайғамбардан кейін 2 тұлға жатыр қасында. Сонда 2 қала бұл. Ол қалада да Құранның 10 жылдық аяттары сол жақта түскен. Ол да бір береке. Құранда береке бар. Құранда шифа бар. Құранда тыныштық бар. Құранда Алланың ризашылығы бар. Міне осы 2 қаланы Алла ризалығымен таңдады. Бұл 2 қаланың өзінде бір рухани үлкен күш жатыр. Бұны сәл болса да көкірек көзі ашылған адам сезінеді бұны. Бірден сезінеді. Көкірек көзі елде ашылмаған адам мына жерге келіп, Дубайға туризмға барып келген, немесе басқа бір елдерге туризмға барып келген адамнан артық ешқандай айырмашылығы болмайды. Ол енді өкінішке орай, оны мен ештеңе істей алмаймын. Менің қолымдағы дүние емес. Адам өзімен өзі бұрыннан айналысу керек еді. Бұл диагноз. Осы диагноз осы. Сен бұл жақта егер жүрегің сезін алмай жатса, сен мені кешіріп қой. Маған сен ренжеме. Сен өзіңе ғана өзің ренже. Өйткені сен бұл жаққа келе жатқан кезде дайындалуың керек еді. Сен қай жаққа бара жатқаныңды сәл де болса да уайымдауың керек еді. Сен бұл қалалардың қадірін біле алмай кетсең, сен маған тағы да ренжеме. Сен тек қана өзіңнен көр. Өйткені саған оның алдында өмір берілген еді. Сол өміріңде пайғамбардың өмірі, Алла тағаланың діні деген нәрсеге сен қызыға қоймаған шығарсың. Егер де сен қызыққан болсаң,
бұл Мекке мен Мәдина мұсылманға арман болған мекен. Бұл арман сізбенен бізде орындалды, Құдайға шүкір. Кейбір аға апаларымыз туған жекжаттарымыздың арманында қалып кетті. Кейбір адамдар дүние салып кетті. Бұл да бір жүрегімізге алып келетін болсақ, бір шүкір ететін, Аллаға бір рахмет айтып қоюға себеп болатын дүниеде. Құрметті ағайындар, қазір біздің келе жатқан тоқтайтын бірінші аялдамамыз Саур деген үңгір. Бұл Саур деген үңгірді тоқтап, қасына жақындап, тәптіштеп тұрып, тарихымен таныстыратын боламыз, иншалла. Енді сіздер, мен айтам ылғида, еш нәрсеге уайымдамаңыздар. Сіздер топпен келдіңіздер, жалғыз басты адам емессіздер. Бұл жерде сіздерге еш бас қатыратын жағдай жоқ. Ананы қашан аламыз, мынаны қалай сатып аламыз, ананы алуым керек па, мынаны алмауым керек па деген ойларды бастарыңызға сіздер кіргізіп, өздеріңіздің жүйкелеріңізді өздеріңіз босқа тоздырмай тұра тұрыңыздар. Әр нәрсе өзінің кезімен айтылады, еш нәрсе қорғалмайды. Бұрынғы қажылар да қорғалмаған, сіздер де қорғалмайсыздар, сіздерден кейінгілер де еш нәрседен қорғалмайды. Қорғалып қалған күннің өзінде катастрофа жоқ. Катастрофа жоқ. Құдай қаласа елде де бар ол нәрсенің бәрі. Зәмзәм керек па? Негізі зәмзәм елде де бар. Құрма керек па? Негізі құрма елде де бар. Анау жылтырап тұрған дүкендегі заттардың бәрі елде бар, құрметті ағайындар. Тереңірек ойласақ. Бірақ Мекке мен Мәдина елде жоқ қой. Елде Мекке мен Мәдина жоқ. Енді осы Кааба жоқ. Пайғамбардың зираты жоқ қой. Енді осы руханият кетіп қалады ертең. Мына бүгінгі жүрген мұхтар, бүгінгі жүрген мына русландар елге барған кезде бүгінгі күннің мұхтары мен бүгінгі күннің русланы болмайды. Рухани өзгеріс пайда болады. Мына жерде қазір күш бар. Алланың беріп тұрған бір рухани кеңістігінде жүрміз да. Бұл кезде біз басқаша болып жүрміз қазір. Мейірімімізге мейірім қосылып, құдайшылдығымызға құдайшылдығымыз қосып, тазалығымызға тазалық қосылып, солай болып жатырмыз қазір. Ойымыз да таза мына жерде. Бірақ өзі Құдай кешірсін, ертең Қазақстанға барған кезде қайтадан кішкене сол бұрынғы сезімдер, бұрынғы әлсіздіктер, сол бұрынғы таң намазға ұйықтап қалу, немесе мүлдем намазы тастап кету деген сияқты жайттар жүзеге асуы мүмкін. Сол үшін де мен кеше айттым, минал ғусаси даяул фурос. Қайғы қасірет сол өзінің уақытында мүмкіншілікті пайдаланамай қалған адамдікі дейді. Міне 10 күннің ішінде күшейіп алыңыздар. Міне қазір арамызда намазға келіп жатқан адамдар бар, ағалар бар, бауырлар бар. Мен соларға айтарым, мына 10 күнде аяқтарыңды, қадамдарыңды нықтап алыңдар. Иман, исламның астанасына келіп тұрсыздар. Осы астанада қадамды нық қылып алу керек. Елге барған кезде қадамың шатысып, тайып кетпейді. Өзің кетіп қалмас үшін, құлап кетпес үшін. Жақсы ма? Иншалла, Алла берекесін берсін, жақсылық болсын, үлкендеріміздің өмірлері ұзақ, дендері сау болсын. Арамыздағы жастарға сіздердің жастарыңызды берсін. Мына қызмет жасап жүрген Альмаруа компаниясының қызметінде жүрген ағайындардың баршасына Алла риза болсын. Бұл компанияға Алла тағала өзі береке берсін. Бұл компанияның өте үлкен тарихы бар негізі. Бұл тарихты сонау Абдусаттар Сманов, Абдуғаппар Сманов деген ағаларымыз, ұстаздарымыз салып кеткен. Бұл компанияның тарихында не деген сапарлар болған, не деген адамның нөпір халық болған. Енді міне қазір бауырларымыз сол үрдісті қайтадан қолға алып, жандандырып жатыр екен. Тек қана өзіміздің тараптан берекеден басқа ештеңе тілей алмаймыз енді. Алла берекесін берсін. Рахмет тыңдағандарыңызға.